Созылмалы аурулары бар пациенттердің денсаулық жағдайын қашықтан бақылауға арналған мобильді қосымшаны әзірлеу. Орындағандар: Сағынғалиева, Нұрбақыт, Нагиева, Амина. Мобильді қосымша денсаулық деп аталады. Кірген бетте тілді таңдау мүмкіндігі бар, яғни қазақ тілі, орыс тілі. Сонымен қоса жүйеге кірген кезде осында интерфейс бет ашылады. Жүйеге тіркелу, сонымен қоса жүйеге кіру. Бізде жүйеге тіркелген арқылы әр адам өзінің почтасымен, яғни құпия сөз арқылы жүйеге кіру мүмкіндігіне ие бола алады. Қосымшаға біз екі жүйе арқылы кіре аламыз. Оның бірінші пациент арқылы, екіншісі дәрігер арқылы. Біз бірінші пациент арқылы таныстырайық. Оның жеке парақшасы, яғни бұл жерде байланыс номері, тілді таңдау мүмкіндігі, яғни қазақ тілі, орыс тілі, сонымен қатар профиль баптаулары, яғни атын өзгерте болады, байланыс номерін өзгерте болады деген секілді. Одан кейін хабарламаны өшіріп қою мүмкіндігіне ие бола алады. Одан кейін аккаунттан шығу, басқа аккаунтпен де кірсек болады. Келесі бізде пациенттерге арналған бөлім, яғни бұл жерде ұсыныстар, тағамдар, диеталық, сонымен қатар күнделікті дене белсенділігі. Яғни бұл жерде диеталық тағамдар әртүрлі түрлерінен ұсынып қойдық. Осы жерден басу арқылы қалай пісіретінін, қалай дайындау жолын көрсетеді деп айтсақ болады. Ал шпинат және банан смузиі қалай дайындау керектігі көрсетілген. Келесі бізде күнделікті дене белсенділігі, яғни кез келген жастағы адамдарға арналған 5 минуттық жаттығу деп те айтсақ болады. Үйде отырып жасай беруге болады. Бұның да бір ерекшелігі, үстін басу арқылы инструкциясы көрсетілген, яғни қалай істеу керек, қай жерге пайдалы деген секілдер қарастырылған. Біздің басқа қосымшалардан ерекшелігіміз, яғни дәрігерге тікелей хабарлама жазу мүмкіндігіне ие бола алады деп айтсақ болады. Әр адам өзінің дәрігеріне сообщение жазу мүмкіндігіне ие бола алады. Сонымен қатар дәрігер тағайындаған дәрілерді қарау мүмкіндігі бар, яғни ол басты бетте тұр. Осы жерден берілген дәрілерді птичка басу арқылы басқаннан кейін дәріні қабылдаған уақыты мен күні шығып тұрады. Келесі бізде пациент арқылы кірсек, енді дәрігер арқылы кіріп, яғни барлығын көріп отырамыз деп айтсақ болады. Пациент секілді бұл жақта да дәрігерлердің өзінің арнайы жеке парақшасы болады. Байланыс номері, тілді таңдау, профиль баптаулары, хабарламаны өшіріп қою мүмкіндігі деген секілді параметрлер қарастырылған. Дәрігерге арналған ұсыныстар тура сондай диеталық тағамдар, сонымен қатар күнделікті дене белсенділігі. Келесі интерфейс бет, яғни бұл жерде пациенттерді әрбірін жеке-жеке таңдау арқылы жеке деректерін қарай алады деп айтсақ болады. Сонымен қатар бір ерекшелігі, дәрі тағайындау мүмкіндігі бар, яғни дәрінің атауы, дозасы, қанша миллиграмм, сонымен қатар қаншалықты қабылдау керек, жиілігі, сонымен қатар ұзақтығы, ескертпелер, мысалы тамақтан кейін ішу керек, немесе кез келген уақытта іше беруге болады деген секілді ескертпелерді қарастырылған деп айтсақ болады. Дәріні тағайындап болғаннан кейін пациенттерді бақылау мүмкіндігі ие бола алады, яғни қай уақытта ішкені, қай минутта ішкені, қай күні ішкені деген секілді барлығы птичка қойылғаннан кейін автоматом жүктеліп отырады.